Жастайынан күй тартып, ел арасына танылған күйші, домбырашы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, Қазақстанның халық артисі Бақыт Қарабалина консерваторияның халық аспаптар факультетін бітірген. Құрманғазы атындағы Қазақтың мемлекеттік халық аспаптар оркестрінің құрамында жүріп, шетелдерде іс сапарларда болып, домбырашы, солист ретінде әлемге қазақтың қара домбырасының қасиетін танытты, талайды таңырқатты. Ол халық композиторлары Құрманғазы мен Динаның, Сейтек пен Дәулеткерейдің, Мәмен мен Қазанғап күйлерінің шебер орындаушысы болды. Бақыт Динаның өзіндей, Динаның көзіндей күйші атанып, 1983 жылы Қазақфильм түсірген Қайран шешем көркем фильмінде Дина Нұрпейісованың рөлін сомдады. Мен Дина апайдан домбыра үйренген жоқпын, бірақ ол кісінің өнегесімен домбыра ұстадым. Дина Нұрпейісова менің ғана емес, өнерді сүйген бар адамның үлгі тұтар тұлғасы деген екен Бақыт Қарабалина. Қазақстан музыка мәдениетінің көрнекті өкілі, Қазақстанға еңбегі сіңген артист, құрмет белгісі орденінің иегері, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның профессоры, көзі тірісінде екінші Дина атанған Бақыт Қарабалинаның орындауындағы күйлер ерекше сезіммен және тереңдігімен ерекшеленеді.